қымбатты көрермендер, студияда жаңалықтар легімен таныстыратын мен 9-шы А сынып оқушысы Әбділда Айжан. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз: жетістіктер айдары, тәрбие тал бесіктен, жақсылығыңмен кел жаңа жыл. Жетістіктер айдары. Республикалық дарын орталығы ұйымдастырған 5 және 6 сыныптар аралығындағы Олимпиаданың республикалық кезеңінде ауданымыздың атынан облыстың намысын қорғаған мектебіміздің 5 сынып оқушысы Жанкеев Абай математика пәні бойынша 3-ші орынды иеленді. Құттықтаймыз! Білім бөлімінің ұйымдастыруымен 2020 жылдың 20 және 21 желтоқсан аралығында 5 және 11 сынып оқушылары арасында майдангер жазушы, Кеңес одағының батыры Бауыржан Момышұлының 110 жылдық мерейтойына орай Бауыржан рух пен намыс төресі атты әртүрлі номинацияларға толы байқау өтті. Даңқты қолбасшы, майдангер жазушы Бауыржан Момышұлының өмірі мен шығармашылығын жасөспірімдерге үйрету арқылы оларды отансүйгіштікке, елжандылыққа, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге тәрбиелеу мақсатында өткізілген байқау бекітілген ережелерге сәйкес 4 номинация бойынша жүрді. Алаш шайбыны Бауыржан Момышұлы номинациясы бойынша ақынның шығармаларынан үзінді жатқа оқу барысында 3-ші орын иеленген мектебіміздің оқушысы Тимурқызы Айтина. Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының қазіргі замандағы орны атты номинациясы бойынша ғылыми жоба жұмыстарын ұсынып 2-ші орынды иеленген Қазбек Абдолла. Құттықтаймыз! Сонымен қатар, орыс тілі мен қазақ тілі пәндері бойынша Кио олимпиадасында ұстаздарымыз бен оқушыларымыз қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Олар орыс тілі пәнінен Элеонора Елдосқызы, Аида Хаджимурат, Ислам Берік 3-ші орынды иеленсе, Нұрикама Мұстафа 2-ші орынға ие болды. Ал қазақ тілі пәндері бойынша Іңкәр Қойшыева 3-ші орын, Жанерке Жаңбырбай 1-ші орын, Жания Қайып 1-ші орын, аудан бойынша Айнұр Ерхан 2-ші орын, облыс бойынша және де республика кезеңдері бойынша Айнұр Ерхан 2-ші орынға ие болды. Және де Мерей Зайнеддин аудандық, облыстық, республикалық кезеңдерде 2-ші орынға ие болды. Сонымен қатар Атина Тимурқызы 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Және де атап айтатын болсақ, мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы Сымбат Мырзақұлова Әмірқызының 3-ші орын иеленгені. Мектебіміздің бастауыш сынып мұғалімі Ибраева Гүлнар Иманбердиевна аудандық кезеңде 2-ші орынға ие болды. Құттықтаймыз! Нұрсұлтан қаласындағы Казгызу елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар. Рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын педагогтер арасында кеңінен тарату мақсатында өткізілген «Рухани жаңғыру білімнің салтанат құруы» атты конференцияға белсене қатысып, жоғары деңгейде баяндама жасаған үшін Кобец Нина Николаевна 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған «Ұлы даланың ұлы тұлғасы Абай» атты республикалық қашықтықтан ұйымдастырылған онлайн олимпиадасында қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Бегалиева Гүлжан Тастанқызы 1-ші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сонымен қатар ашық турнир Collegium Flight аралас жекпе-жек спорт түрінен 7-ші сынып оқушысы Альмахан Шапағат 1-ші орынды иеленді. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған бокстан жасөспірімдер арасындағы облыстық жарыстан 7-ші сынып оқушысы Альмахан Шапағат 1-ші орынды иеленді. Ашық турнир Collegium Flight аралас жекпе-жек спорт түрінен 2-ші сынып оқушысы Альмахан Мирас 2-ші орынды иеленді. Қапшағай қаласының 50 жылдығына арналған қоян-қолтық ұрыс халықаралық турнир спорттық жарысына қатысқан үшін Зарлық Арслан 3-ші орынға ие болды. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне арналған жасөспірімдер арасындағы бокстан 10-ші сынып оқушысы Сұлтан Аделия 1-ші орын иеленді. Бақытты балалық шақ атты оқушылардың халықаралық онлайн фестивалінде вокал номинациясы бойынша патриоттық ән айтып көрсеткен шеберлігі үшін 7-ші сынып оқушысы Тоқтаболат Аяжан марапатталды.
2020 жылдың 23 желтоқсанында Жібек жолы мектеп-лицейінде мектеп медиациясы татуласу қызметінің отырысы өткізілді. Отырысқа медиация қызметінің кураторы Ернаурызов Заурбек және де оның хатшысы Заттыбекова Эльмира. Сонымен қатар медиация мүшелері мектебіміздің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Ордабаева Резат Равшановна, мектебіміздің психологы Жуманбаева Жаңыл, әлеуметтік педагог Ноғайбай Арайлым, комитетінің төрайымы Бейімбетова Гүлнар, әкелер клубының мүшесі Нәжетханов Нұрсахан, ұлағат аналар клубының төрайымы Рая Смагуловна, сонымен қатар жоғары сынып оқушылары Тәрсенбаев Әрсен мен Амантай Мерейім қатысты. Жиналыс барысында медиация қызметінің кураторы күн тәртібіндегі мәселелерге тоқталып, жиналыстың қызметі мен жүргізілетін жұмыстарындағы бағыттарға тоқталып өтті. 2020 жылдың 25 желтоқсанында Қыз жібек қыздар клубының ұйымдастыруымен директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Ордабаева Резат Равшановна ұйымдастырған 7 және 10 сыныптар аралығындағы «Ұлт боламын десең қызыңды тәрбиеле» атты жиналыс Zoom форматында өткізілді. Жиналысқа Шу қалалық емханасының психологы Тлепова Айнұр мен ЗОЖ дәрігері Мөлдір Нұрғали-қызы қонаққа шақырылып, олардың жасөспірім қыздардың өміріндегі репродуктивті денсаулығы, сонымен қатар ерте жүктіліктің алдын алу шараларына тоқталып өтті. Сонымен қатар мектеп психологтары Жуманбаева мен Шәуенова суицидтің алдын алу барысында өмір тамаша атты баяндама оқып, қыздарға тән қылықты қасиеттерді көрсететін бейнероликтер көрсетіп, қыздардың туындаған сұрақтарына жауап қайтарды. Құрметті көрермендер, жақсылығымен кел жаңа жыл айдарына кезек береміз. Мерекесі құтты болсын. Жаңа жылда игі істеріңіз бен жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілей отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Жаңа жыл барлық елімізге, әр отбасына құт береке әкелсін. Тәрбиелеп отырған оқушыларымыз саналы тәрбие мен сапалы білімдерімен қуанта берсін. Мектебіміздің мәртебесі тек қана биіктен көріне берсін. Тағы да жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Құрметті қазақстандықтар, және де Жібек жолы мектеп-лицейінің ұлағатты ұстаздары мен оқушылары, мен сіздерді жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Жаңа 2021 жылын жаңа нұр әкелсін, қуанышқа құшағын тола берсін. Ескі жылайым есіркеп көкейінде қимашақтың бірі боп қала берсін. Демекші мен барша қазақстандықтарды, ата-аналарды, мұғалімдерді, балаларды шын жүректен осы жаңа жыл мейрамымен құттықтаймын. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Это 2021 год, год Серебряного быка. Желаю реализовать задуманное, ярких творческих идей, интересных встреч, профессионального развития, мира, любви и уюта в семьях. Құрметті Жібек жолы мектеп-лицейінің ұстаздары, ата-аналар, оқушылар, сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, келе жатқан жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл бақыт, шаттық, қуаныш, құт береке алып келсін. Жаңа жылда ырыстарымыз мол болып, табыстан табысқа жете береміз. С Новым годом! Пусть Новый год станет радостным событием. Хочу пожелать вам здоровья, мира, удачи, добра, благополучия и хорошего настроения. Ведь это самое главное. С Новым годом вас, друзья! Құрметті ұстаздар, сіздерді жаңа 2021 жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің барлық істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ жол ашып, мол табыс ала келсін. Ұстаздар мен оқушылар, ханымдар мен мырзалар, сіздерді келіп жеткен жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ескі жылдағы қиындықтарымыз бен өкпе назымыздың барлығын артқа қалдырып, келер жылымызды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алайық. Әріптестер, сіздерді жаңа 2021 жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жылда жағымды жаңалықтар мен телеге табыс мол болсын. Әрбір игі істер мен жаңа бастамаларыңызға сәттілік серік болып, отбасыларыңызға
баянды бақыт пен бақ береке қонсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Құрметті ұстаздар және оқушылар, ата-аналар, сіздерге жаңа жылда тек жақсылықтар тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін. Толағай табыс тілеймін. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сабақтарыңызды жақсы оқып, озат оқушы болыңыздар. Шығармашылық табыс тілейміз. Жаңа жыл құтты болсын. Жаңа жыл, жаңа жылысы. Құрметті достар, сіздерді келе жатқан 2021 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан, зор денсаулық тілеймін, және де отбасыларыңыздың амандығын тілеймін. Келесі жүздескенше қош сау болыңыз.